линияға шықпағалы біраз болып қалды. Көріп отырсаңыздар, 2 күн ғана. Кеше алдыңғы күні, оны алдыңғы күндері 4 күн сырқаттанып қалдым, кішкене ауырып, суықтап. Кеше алдыңғы күнде жат демалу керек еді негізі, бірақ уже жата алмай кеттім үйде, басым ауырып, короче. Сразу с попутчиком. Казахско-американский университет дейді, долгий поезд. Заказ отменен. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Мен өзім арнамда такси бағытында жұмыс істеп жинаған 8-9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Каналға жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздер мені жоғалтып алмайтын боласыздар мыңдаған каналдың арасында. Ал мен болсам, мен үшін үлкен мотивация болады. Бүгін қарашаның 17-сі 3-тен 20 кетіп жатыр уақыт. Алматы қаласы ЖД 2-де тұрмыз. Бір заказ қабылдадым. Өздері отменять етіп жіберді. Бір заказ попутчикам алыстан долгая поездка беріп жатыр екен. Қабылдамай қойдым. Кеше қар жауды, ДТП көп болып, дөңгелектеріңізді ауыстырып алдыңыздар деген ойдан қыстық. Дөңгелектеріңізге низамирзайкаларыңызды құйып, қазір жаймен таксидің бағасы бұдан да жоғарырақ бола беретін болады. Желтоқсанда тіпті не болады, анау ограничение, жаңағы 1600 деген ограничение болады ғой бізде. Мысалы Алматыда фиолетовый зонаның ішінде наценка 1600-ден артық болмайды, бірақ кейде болады андай дальний подача, долгая поездка и ұзақ уақыт бойы көлік табылмай жатса, оның үстіне тағы қосып жіберетін болады. Вот желтоқсанда Яндекстің тарифі тағы өсетін болады, өйткені сұраныс көп болады, жылдың соңы, чет, корпоратив деген сияқты заттар болады. Сол үшін таксиге деген сұраныс өседі. Мен де сіздерді в курсе ұстап отырамын ғой, видео түсіріп. Түнгі уақыттарда гололед түсетін болады, абай болыңыздар, дистанция сақтап жүріңіздер, асықпай айдаңыздар көлікті. Кеше Алматы қаласының түнде енді, по-моему, рекорд болған шығар. Пробка деген сұмдық болды, 10 балдық пробка болды. Сосын ДТП өте көп болды. ДТП өте көп болды. Сол үшін абай болып, аккуратно айдап, дистанция сақтап, дөңгелектеріңізді ауыстырып алыңыздар, асықпаңыздар. Бір тапсырыс орындадым. Қанша? 20 минут тапсырыс. Комиссиясын уже ұстап қойды. Маған қалған 1082 теңге. Өткен жолғы видеоға ойбай, бәрі жарнама кетті деп атқандарға. Қараңыздар, бұл жарнамаға мен өзім шықтым. Өйткені мен iTaxi-мен 4 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп жүрмін. Ол iTaxi мен ешқашан подводить етпеген, ақша шешу жағынан, жаңағы қосымша мотивационный нелері ұнайды маған, жаңағы квартира сияқты ұтыстары. Сосын бәйге, ақша шешу жағынан өте ыңғайлы. И ақшаны шешкен кезде ешқашан жаңағы болмай қалып, қиыншылықтар ешқашан болмаған. Сол үшін мен жаңағы iTaxi-ге өзім шықтым. Негізі маған iTaxi-ге шықпай тұрып, оның алдында да бірнеше таксопарктар шыққан. Мен олармен жұмыс істеп көрмегеннен кейін, танымайтын, білмейтін болғаннан кейін мен оларды алған жоқпын. Жарнамалы кез келген блогердің наны осы бір жыл бойы еңбегімді
әр нәрсені үйреніп, әртүрлі материалдар іздеп, бұған арнайы компьютер алдым, жаңағы 2 камера алдым, әртүрлі интернеттен әртүрлі мағлұмат іздеп, оқып, соның бәрін тоқып, жаттап, міне 1 жыл бойы январь өткен, осы жылдың январында бастадым, міне скоро 1 жыл болады арнама. Клиентім шығып қалды, қазір ары қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіз ба? Көкжиеге. Через 100 метров поверните налево. Перевод болады ғой, Болады. Көкжиекке лақтырып жіберді, екінші тапсырысым жаңағы. Өшіріп қойдым. Кішкене центрге қарай жақындап алам. Ана барахолка жақта не қосылады, карантинный лужа, көк зона қосылу керек. Білмеймін, бірақ көрейік мына жерде. Міне көріп тұрсаңыздар, мына лужалар қосылады. Бұл лужа қай уақытта қосылады? 5:20-дан 5:20-да қосылады екен. Қазір сағат 1 сағат бар. Ладно, онда бітеміз. Онда қазір линияда емеспін. По делам деп центрге қарай жетіп алайық. Микрорайон Самал 2, бұл Достық Плаза жақ. Айландырып көрсетіп отыр, бірақ біз айланбаймыз. Қаланың ішімен барамыз. Ойым бөлініп кетті ғой. Жарнама жөнінде. Қараңыздар, бұл арна болғаннан кейін мен бұған өзімнің қаншама еңбегімді салам, әртүрлі камералар сатып алам, компьютер керек бұған, нормальный качестводағы видео түсіріп, нормальный качествода монтаж жасағың келсе, саған арзан емес, жақсы компьютер керек, жақсы камера керек, сосын оның бәрін үйренесің, және отырып алып ютубтан іздейсің. Мен курсын өткем, жаңағы жұрттың баласы деген каналды білетін шығарсыздар, Мұрат деген сол жігіт жаңа ютуб жүргізу курсын өткізген. Сол курста жарты жыл оқыдым. Бұл жерде де өзі бір несі бар, жаңағы ютубта жүргізудің өзінің бір талаптары бар. Соларды не қылмасаң блокқа қойып тастайды, ақша аламайсың деген сияқты. Сол үшін арна болғаннан кейін бұл жерде жарнама болады. Жарнама менің арнамда мен өзім тексерген, білетін жаңағыдай, мысалы жылда салып жүрген бір қысқы дөңгелектері бар, жазғы дөңгелектері бар, жаңағы бір жерде СТО-да, бір жерде жуам көлікті, өзіме ұнайтын, өзім тексерген, не үшін ұнайтын, сондай заттарды ғана мен жарнамалайтын боламын. Сол үшін жарнамаға ұрыспаңыздар. Өткен видеоны көрмеген болсаңыздар, және неңе өкпет қандай жарнама деп жатсаңыздар, менің арнамда жаңағы алғашқы болып жарнама жалдап атқан iTaxi паркі. iTaxi парк. Менің атынан барсаңыздар, iTaxiге айтсаңыздар, Мерей қазақ такси, Мерей блогерден келдік деп айтатын болсаңыздар, тіркеліп жатқан кезде сіздерге парктың пайызы 4% болады. Сосын тіркеліп болғаннан кейін 5 тапсырма орындап, сол жаңағы тіркелген номерге WhatsApp-қа жаңағы айтсаңыздар, мына мен Мерейден келген едім, 5 тапсырыс орындадым деп айтсаңыздар, сіздерге 5 тапсырма орындағаннан кейін шоттарыңызға тағы да 1000 теңге салатын болады. Одан бөлек iTaxiдің жаңағы керемет нелері бар. Акциялары бар, бәйге бар, ақшалай 30-60 мыңға дейін 30-ға қатыссаңыздар болады. iTaxi ең үлкен таксопарк. Қазақстанның 18 қаласында кеңселері бар. Және жыл сайын өтетін жаңағы акциялары бар. Бұл жылы пәтерден бөлек жаңағы смартфон, планшет, чехол, авторегистратор деген сияқты, видеорегистратор деген сияқты
нелер сыйлықтар ойнатылатын болады, бағалы сыйлықтар ойнатылатын болады. Сол үшін жаңағы керекті мағлұматтың бәрін осы видеоның сипаттамасына қалдырып кететін болам. Сол жерде бәрін оқып түсінсеңіздер болады, iTaxi'ге тіркелсеңіздер болады. Сипаттамасын қалай ашу білмейтін болсаңыздар, мынау видеоның астындағы видеоның атына бассаңыздар, сол жерден жаңағы қосымша сипаттама ашылады, сол жерден көрсеңіздер болады. Біз болсақ кеттік. Мен жаңағы Достық плазаға қарай бара жатырмын, по делам қостым, қалған шетіне лақтырып жіберді. Мына жерде заказ мына жерде тапсырыс түспей жатыр, қарасаңыздар, пробка болып тұр екен. Сосын мынандай бір термос сатып алдым. Секонд-хендтен сатып алдым. Японский секонд-хендтен. Жалян Жапан деген бір Алматыда жақында секонд-хенд ашылған еді. Өңкей японский заттар сатады, өте сапалы заттар. Сол жерден сатып алдым, 3,5 мың теңге. Негізі мынандай 10 мың, 12 мың теңге тұрады. Термос, өте сапалы термос. 700 миллиграмм ба? 700 грамм ба? Миллиграмм ба? Шай құйып алам. 1 литрға жетпей ғой. Бұл целый день ішіп жүрем. Ақшамды үнемдей. Шай кішкене шөлді қандырады ғой. Медпен пайдалы бір жағынан. Кеңес берем. Мынандай нормальный OLX-тен іздеп тапсаңыздар болады. Жақсы термостар. Қыстың күні болмаса да термос деген жақсы нәрсе. Мен балыққа да барам, маған керек нәрсе бол. Алып алыңыздар, өкінбейсіздер. Жай кеңес, реклама деп ойлап қалмаңыздар, қайтадан ұрысып жүрмеңіздер. Ой, бай, реклама. Не болып кетті ме заказ? 25 минуттай тапсырыс түспей жатыр. Парохолканың ішінде екен болы. Ішінде екен ғой ма? Ішінде. Ой, ё-моё. Неге доставка... Ой, заказ жоқ деп атсам мен... Проверка личности уақыты өтіп кетті ғой. Бәсе, заказы недоступны деп астында крестик тұр екен ғой. Бәсе... Хорошо, что заметил, айтпесем Достық плазаға дейін баратын. Ол еще 15 минутта тексереді қазір мен личностімді. Кейде әр кезде әрқалай, бірақ 15 минутқа дейін тексереді. Проверка личностиді қазірше 2 күн сайын өтіп жүрмін ғой деймін, по-моему. Қателеспесем. Проверка личности өттік. Бәсе, заказ түспей қалды. Енді түсетін шығар деген ойдамын. Линиядан уйти с линии ликта. Басынан на линии деп көрейік. Көріңіздер ме, по делам кетіп бара жатқан кезде, главный мына жақты бітірмесеңіздер болды ғой, по делам. Завершитті баспасаңыздар болды. Мына жерден линиядан шығып, линияға қайтып кіре беруге болады. Мысалы, мен қазір барахолканың ортасында келе жатырмын. Мына жерлерден түсіп қалатын болса, заказ мен айланып кетемін да, сол үшін жаңағы өшіріп қоюға болады. Кішкене барахолкадан шыққаннан кейін мынау рабочий поселок деген район мынау. Вот сол жерге жақындаған кезде түссе жақсы болар еді. Как раз 5-ке қарай мен Достық плаза жақта боламын. Ол жақта сағат час пик уақытысында тарифтер аспанға ұшады. 21 минут, 22 минут болды. 2080 теңге, жаңа тура өшіргенім сол еді. Личность, проверка личности өтті, сосын қайтадан сразу тапсырыс түсті. Міне келесі заказ тура соның жаны. Қазір барып алып кетеміз. Жақсы сөйлем осындай. Бірінен кейін бір цепочкамен жақ түскен кезде. Бұл 550 ма, 850 наценкамен түсті ғой деймін. Скорепіз. Нұрлы тау. Кептелістің отанына барамыз кәз. Только я вам там на месте наличкой вытащу.
Хорошо. Батарейка села. Можете подзарядить пока, если у вас Type-C. Вы прямо до конца заедете, там ресторан Руми называется. Руми? Да. Я туда занесу и принесу на вечер. Хорошо. И здесь у меня открыли, да, уже? Да, уже год назад. Плов хороший у меня есть. 17 минуттық тапсырыс. 1570 теңге болды. Бірақ бір қызық нәрсе болып тұр. Брат кіріп алып шығып берем, телефоным зарядкасы отырып қалды дейді да. И телефон арқылы сөйлесіп отыр, Каспиймен жіберем деп еді. Каспиймен жібере алмаймын, телефоным отырып қалды деді да, и телефон арқылы сөйлесіп отыр да, зарядкам отырып қалды дейді. Бірақ көріп тұрмын анау. Қазір алып шығып берем дейтіндердің осы жаман да. Арғы бетінен шығып кеткен бұл сөйтсе. Уақытында алады. Елдің бәрі соны түсінбейді екен, 5, 225, 91-01. 91, 01. Kaça? 1570 теңге. 1570. Все, брат, рахмет. Жақсы. Так, төледі, кеттік ары қарай. Лужалар басталды ма? 1350 дейді. Өтірік лужа ғой. Часпегі уақытысында 1350-ден төмен болмайды. Тем более осы районда көп лужаның ішінде. Заказ попутчиком Джамбола 211 дейді, Алмалинский район. Көреміз қазір, попутчик қандай, нормальный попутчик түсу керек негізі. Қарсыңыздар, попутчиктар қалай түсілдір. Бір зданиеден 2 попутчик шықты. Бірінші пассажирім келе жатыр. Здрасте. У вас адрес на Абая, да? С попутчиком же, правильно? У нас тут же второго надо забрать, здесь же. Мен жоғары жаққа қарай лақтырып жүрді. Қаланың жоғарғы жағына қарай. Бұл жақта тау жақ кішкене гололед, кәдімгідей қар бар мына жерде. Соңғы тапсырыс 1400 теңгемен түсті, наценкамен. 33 минуттық тапсырыс болды. Мен алған уақытым 19:27, бітірген уақытым ровно 20:00-де. 2860 теңге. 3000 теңге дәң чаевыймен. Жақсы. Мәз болып қаласың, чаевый берген кезде. Разы еще алия қылып жатырға, жазып жатырға жаңа клиент. Заказ сет, заказ түскеннен кейін сразу мен қабылдағаннан кейін маған жазып жатыр ғой, у вас резина хорошая, там подъем, гололед дейді. Нормально. Шипованный липучка сап тастаған ғой мен. Смело, любой жерге көтеріп кете бересің. Тура алдың күні ауыстырып алып едім, түннің ішінде бар. Жақсы болды. Басқа біреу болса көтеріле алмай қалды мүмкін еді. Өзім машинемен азанда жұмысқа шыққам дейді, жұмысқа. Сонымен мына гололедті көрдім да 500 метрден жүргеннен кейін разворот жасадым да қайтып апарып машинаны қойып таксимен қайттым дейді. Енді 8 тапсырыс 11300-тен аса линияға шықтым. 5 сағат болдым ба линияда? 5 сағатта болған жоқ, по делам жүргенім бар, ары бері, короче. 4,5 сағаттай жүрдім. Ауырғаннан кейін әлі кішкене ненің бәрі, настройдың бәрі. Ай!
жесткий ямаға түстік қой. Көтеріліп гололед кезінде көтеріліп келатқандар всегда өткізу керек. Заң бойы оларда приоритет жоғары көтеріліп келе жатқандар. Артта біреу ешек гололед екенін көріп тұр, сонда да тақап келе жатсаңаршы қазір. Қарама, обгонға шықты еще. Ой, кен келес, өліп бара жатыр. Ишак, блин. Қадалат қазір. Жай мен қазақ фильмге қарай түсейін. Бүгін ұзақ жүрмеймін, 6 сағат жүрсем де жетеді. Ауырып не алғаннан кейін ақша таусылып қалды совсем. Шығып жұмыс істеп жүрген ғой. Күндіз азанда постоянно клиенттерім болды. Оппана! Тура мына жерден түсе саламын. Наценкасыз бірақ. Еш наценкасыз. До конца маршрута осталось 200 метров. Шай ішіп. Туалет іздеп кеттік қой ма? Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Жаңағы таудан түсіп келе жатқандағы без коэффициенті түскен мега парк жаққа қарай келдім. 1200 теңгенің тарифі. Бірақ жүретін жағы біраз бұл жер болып негізі. Тапсырыстардың бәрі керемет бола бермейді. Көріп отырсаңыздар, соңғы тапсырыс 370 теңге. 5 минуттық жер мына. 5-6 көше. Алған уақытым 21-28, 6 минуттық заказ. Бірақ бұндай да болып тұрады, сол үшін бәрі идеально бола бермейді. Соны не істеймін? Мықты ашинде жасқанып жақта тапсырыстар бірден кейін бір ұғылат үшін. Не оған бүгін бәрі? 370 деген сұндық қоя, біраз болып өт, бұндай тапсырыс алмағалы. Осы минимальный ғой деймін бізде Алматыда 370-тен. Келе одан да аздарын ал. Андай кейбірлерде болады, бір скидкамен алатындаршы. Оларға бірақ Яндекс водительдерге, жүргізушілеріне жаңа компенсировать етіп беретін разницасын, скидкасын. Мына жерін сұндық енді. Мына жерде тұра тұрайық. Тапсырыс түскенше. Міне не үшін тапсырыс түспей жатыр десе, менің балансым минусқа кіріп кеткен екен ғой. Каспийден толтырып тастай саламыз қазір. Каспийдің запись экранасы түспейді. Бесем міне. Айтаксиді осы жерден балансыңыз минусқа кіріп кетсе, осы жерге кіріп толтырып алсаңыздар болады. 220 теңге жіберсең. Так, раз көресіздер. Ваш баланс поднялся выше лимита установленного таксопарком. Теперь вы снова будете получать заказы с оплатой наличными. 15 тапсырыс орындап бітірдім. Соңғы тапсырыстар мынандай болып тұр, қараңыздар. 370, 600, 650. Жана айтқанымдай, сағат 10-нан кейін, 10-нан 16 минут кетіп жатыр. Сағат 10-нан кейін көрдіңіздер ма? Сұраныс қайтадан көтеріледі. 1600-ға көтеріліп кетті. Фиолетовый болып тұр ғой. Мен жаймен үйге деп қойдым да, домойды бастым да. Бірақ жоғары қарай, неге қарай, Достық плазаға қарай көтеріліп келе жатырмын. Поверните направо. Нормально екі попутчикпен беріп жіберсе, үйге дейін мәз болып, риза болып қайтатын едім. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните направо. Екі тапсырыс берсе қазір.
Поверните направо. Осында кішкене нелері бар жаңағыдай. Ол үйге қайтып бара. Средняя подача дейді. Ал мына қараңыздар. Пушкина 1400 оценкамен 4-ші микрорайон. Қандай керемет. 20 Спасибо минут. за поездку. Тық. Заказ будет Тапсырыс оплачен болды. картой. Для улучшения 2390 качества обслуживания поставьте безналичный. нам оценку в приложении Яндекс Такси. Безнал. Бітті, наверное, үйге дейін Через табам екен. 50 Талып метров қалды ма? поверните направо. Бірақ қорытындылай береміз ау деп ойлап жатырмын. 7,5 сағат 1 сағатын алып тастаймыз, өйткені жаңа алысқа лақтырып жіберді, өшіріп тастап линиядан жаңағы достыққа қарай жүрдім, пробка болды, пробкаға тұрып қалдым. Сосын жаңа проверка личности деген үшін түспей қалып атты заказ. Таза 6 сағат жүрдім, линияда болған. Түскі ас ішкен жоқпын, өзім түскі ас ішіп болғаннан кейін шыққан болатын линияға. Сонда жаңа 2,5 мың теңгесін алып тастаймыз, 16 мың теңге қалса, 16 мың теңгені 6 сағатқа бөлеміз. 6 сағатқа бөлеміз, сонда шамамен 2800-2700 теңгеден тиіп тұр сағатына. Өте жақсы көрсеткіш негізі. Мен айтқанымда 2000 теңгеден, сағатына 2000 теңгеден жоғары болса, ол уже нормальный, жақсы көрсеткіш деген. Ол таза жаңа бензиннен, комиссиядан бөлек маған қалып атқаны. Соңына дейін көргендеріңізге барлықтарыңызға рахмет, қызық болды деген ойдамын. Сұрақтарыңызды, жаңағы ұсыныстарыңызды комментарийға кіріп ұялмай жаза беріңіздер. Конструктивті критикаларыңызды да күтемін. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Онта басып қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен сау болыңыздар.